Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айғаным. Бүгін осындай Инстаграмда хит болып жүрген гүл тәріздесі өте дәмді әрі өте жұмсақ булочкидің рецептін ұсынамын. Құрамы қол жетімді. Булочкиге керек заттар тізімін төменгі описанияға қалдырамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Сүтіміз қатты ыстық немесе салқын болмау керек. Содан соң үстіне 1 қасық ашытқы, қант, ванильді қант және де кішкене тұз қосып, үстіне ерітілген сары майды қосамыз. 1 жұмыртқа және де 1 жұмыртқаның ақ-уызын қосамыз. Сарысын кейін бетін жаққанға қойып қоямыз. Енді осылардың бәрін біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мен ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Енді осы массамызға ұнды 2-3 бөліп қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болу керек. Міне біздің қамырымыз осындай болу керек. Енді үстін пищевая пленкамен жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне достар, біздің қамырымыз 1 сағатта әдемі болып көтеріліп ашыды. Енді осы қамырымызды қолға жабыспау үшін кішкене сұйық май жағып, барлығын біркелкі бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырымызды осындай дөңгелек формаға келтіріп, бетін тағы да жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан соң көтерілген қамырымызды видеода көрсетілгендей ортасына баклажканың қақпағын қойып, жан-жағын пышақтың көмегімен осылай кесіп шығамыз. Сосын осылай кесілген қамырымызды түйіп шығамыз. Біздің сонда булочкиміз гүлге ұқсайтын болады. Барлық қамырымызды тура осылай видеода көрсетілгендей гүлге ұқсатып жасап шығамыз. Содан соң мен булочкидің ортасына малина вареньясын салдым, және де жартысына осындай қою сгущенка салып шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша творог немесе варенье салсаңыздар болады. Енді осылардың бәрін үстіне пищевая пленканы жауып, тағы да 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің булочки әдемі болып көтерілді. Енді үстіне бағанағы жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Мен үстіне мак пен кунжут сеуіп шықтым. Сіздер тек қана мак сепсеңіздер болады. Болмаса ештеңе сеппесеңіздер де өте әдемі болып шығады. Енді алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 15-20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне достар, біздің Инстаграмда хит болып жүрген булочкиміз дайын. Өте әдемі болып шықты. Сондай жұмсақ, дәмі өте керемет. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айғаным. Сау болыңыздар.